Саламатсыздар ма? 2-де 109-шы есебімізде теңбе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Бірінші есебімізде x y азайтылған a қосылған a x қосылған y тең болады y x қосылған a-ға тең дейді. Енді бұл жерде жақшаны ашып аламыз. Сонда x y азайтылған x a қосылған a x қосылған a y болады. Енді қараңыздар, мына жерде ұқсас мүшелер бір-бірімен нетеді, қысқарып кетеді. Мұны қысқарады. Сонда қалды, яғни x y қосылған a y қалды ғой. Оны істейміз, y-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда a қосылған x немесе x қосылған a. Яғни есебіміз тепе-тең болды. Келесі екінші есебімізде x y азайтылған 2 қосылған 2 x қосылған y тең y x қосылған 2. Жаңа бірінші есебіміз сияқты жақшадан ашамыз. x y азайтылған 2 x болады, қосылған 2 x болады, қосылған 2 y болады. Енді мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда x y қосылған 2 y қалады. Тең, жазып қойын, тең x қосылған 2, мына жақта y x қосылған 2. Енді мына жерде не істейміз? Y жақшаның сыртына шығарып жібереміз, x қосылған 2 болады. Тең y x қосылған 2. Келесі үшінші есебімізде m азайтылған n қосылған 2 n тең болады m қосылған n дейді. Шығарып көрейік. m квадрат болады, азайтылған n болады, қосылған 2 n болады. Тең m қосылған n. Енді барлығында m болғандықтан біз не істейміз? m жақшаның сыртына шығарып жібереміз, m-ді шығарамыз. Сонда m азайтылған n қалады. Қосылған, мына жерде қосу. Тең m қосылған n. Мына жерде минус плюс болғанда, яғни мына жерде бір бар ғой, азайтылып кетеді, үлкен таңбасы қойылады ғой. Яғни бір m-нен минус 1 m-нен қосамыз 2 m. Енді минус плюс болғанда азайтылады да n қалады. Және үлкен таңбасы плюс таңба қойылады. Мына жерге плюс таңба қойдым. Келесі бізде төртінші есебіміз қалды, соңғы есеп. x бір азайтылған x қосылған x квадрат азайтылған 1 тең x квадрат x азайтылған 1 дейді. Енді жақшаны ашып алайық, жаңағы сияқты. X болады, 1x деп x-ке өсе x болады, x квадрат болады, қосылған x-тің 3 дәрежесі болады, плюс минус болады, x болады, болды, x квадрат x азайтылған 1. Енді мына жерде мына екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді, сонда қалады x квадратты жақшаның сыртынан шығарып жібереміз. Сонда мына минус болу үшін мына жерде минус болу үшін, яғни x минус x квадрат шығарып жіберсек,
x мына жер плюс болу үшін минус болады да. Яғни x квадрат. Мына жерде 1 болады, мына жерде x болады. Тең x квадрат азайту x азайту 1 болады. Яғни мына жерде таңбаларын орнына ауыса береді, ол ештеңе етпейді. Яғни таңбаларын орнына ауыстырып жазып қойып, x азайту 1 тең x квадрат x азайту 1. Осымен есебіміз аяқталды. Сау болыңыздар.